келбетіне ай қараған, айналдым Алатаудай пайдаладан. Қалды көрген дүркіретіп дода жасап, айтыста алғыс алмақ Қайманадан. Астанадан Айнұрдай апам келді, айтыстан 50 машина бәйген алған. Алтын домбыра иесі Балғынбекпен Жандарбектер емес қой жайған адам. Сырым сары әсеттер, қас жүйріктер сөз семсерін бойына сайлап алған. Ескелді бейбабамды жырға қосып, халықтан баталуды ойға алған. Ендеше алағайын барыңды сал, тартынып отырамы тойда адам. Келіп жырымызбен қайтарамыз, қошемет қол соқсаңыз айналадан. Ұлдары алталаштың алды болған, әрқашан барлық жерді таңғыл алған. Қырғызбен көрші болып, қазағымды Қытайдан қорғап тұрған, мәңгі қорған. Ескелді бейбабаға той жасаған, ассалаумағалейкум талды қорған. Өкпеттермен жақсылармен елдескені, бұл жерге жыр бесігін тербескені. Бұл жақтың жігіттерінің бәрі батыр, жауға шапса шегініп келмескені. Бұл түгіл қыздарының бәрі батыр, намысын қолдан жанға берместегі. Қос алтын домбыралы ұлдарым бар, күлемес жырмен берем мендестені. Өнер сүйер ағайын барсыздар ма, жетісу кез келгеннен енбестері. Алтын алған Балғынбек ағамыздың алтыннан да қымбатты жерлестері. Қазанда еті қайнаған, дастарханы жайнаған. Шежіреге көз салсақ, жалайырлар бұрыннан берген септен таймаған. Жетісудың төрінде, ұлы жүздің елінде Алаштың қамын ойлаған. Ұлдары батыл айбатты бес қаруын сайлаған, қыздары сұлу қызғалдақ қараса көзін тоймаған. Қазақ хандығы ордасы Жетісудың бойын жайлаған. Айтатын ойдың түйіні қай жағынан алсақ та, Жалайыр деген ауылдың басынан бағы таймаған. Айналайын ағайын бүгінгі үлкен айтыста, асылдан туған сүйегін, Төле бидің жиенін жұрт алдында құрметтеп тарихымызбен түлейік. Аңырақайдың түбінде дұшпанның бәрін арқандап, жоңғарларды талқандап, алталашты қорғаған ерлігіне атамның құлағымызды түрейік. Шұғырындыдан ақтабан қазағымды сақтаған, ұшан теңіз ақылы қазақтың ұлы батыры назарға бұны үлейік. Тобықтай ойдың түйіні тамағы тоқ қаншама, қанаты бүтін болса да, торда отырған қыраңғыз құсалықтан өледі, шындықты бетке тілейік. Сондықтан да ағайын басымызға бақ берген, азаттықты ап берген. Ескелді баба қадірін бейбіт күнде білейік. Айтысқа бауыр болып келусеміз, бауыр болып келусеміз, сахнада ағамызбен келесеміз. Ассалаумағалейкум Балғын ағам, мәз боламыз іні деп елесеміз. Толтырып қымыз құйған торсы құсап, помпитіп қойыпты ғой женешеміз. Ағайын қошеметтеп қолын соқса, төлінде талды қорған келесеміз. Додада ақындарды алалама, қажетіне жарайды не десеңіз. Біздерде әжептәуір ақынымыз ғой, Астанада жүрген жоқ демесеңіз. Ағамыз өтек келген қажылықты, болады деп күтіп едік қазымықты. Негізі Балғын ағам басқаз еді, қол қалаған халықтың назын ұқты. Айтысты қоямын деп қоймай жүрсіз, өнердің баурағасын сазырыпты. Төле болу бұйырмай ағамызға сахнада отыру жазылыпты. Ақыны ақындарға көп береді деп ақыр тастап сой қазылыпты. Балғын ағам уәде сертке бекем, төр жақтан сахнаға өткен екен.
халықтың аманатын ақтаймын деп Жамбыл 100 жасқа жеткен екен. 40-та айтыс қойған ұят болар деп жүргенде додадан текке кетем. Бас қазыдан айналып жаяғынға қызметін істемен деп кеткен екен. Ай бала. Kel sakınlar tırlanır baltamızdan aytыс тыңдап қан тасып арқа қызған хайдайдым хайдайдым хайдым хайдайдым ассалаумағалайкум жерлестерім айтыс сүйген айналдым баршаңыздан хайдайдым хайдайдым хайдым хайдайдым сағынсаңдар айтысты біз сіздерді сағындық айтыс елден алыстап біраз уақыт жабылдық экраннан көрінбей эфирлерден қағылдық мәшинеміз ескіріп эстоларға сабылдық елбасы кеп өткенде облысты тексеріп ел еңбегін ескеріп батталыққа бес беріп ел көңілі хош болып ақындармен дос болып жетісуға ағылдық көшпендінің күн өтіп өшпендінің үні өшіп ескелдінің тойында төрлерінен табылды хайдайдым хайдым хайдайдым құтты болсын тойларың сиыршылар мақтан етер ескелді биің шығар хайдайдым хайдайдым хайдым хайдайдым қамын жеген қазақтың тұлғаларын байлап қою бір руға қиын шығар хайдайдым хайдайдым хайдым хайдайдым ескелдіме балпығым алаш қорда алтыным ес бабамның бұл тойы мерекесі жалпының байып жатса бабалар жоққа берген ардығын елге канал қаздырып жерге егін салдырып алмаған ғой жандыным бүгінгінің байлары байба қысқан балдырын шенеуніктің айдайын жұмыстағы қарғынын жиналыста жарты күн демалыста жарты күн босамайды банкеттен аптасына 6 күн өргенуге тиіспіз өкіметтің тәртібін ескелдіде еңкейіп балпы құсап бүгіліп бүгінгінің шенеунігі қамын жесін халқының хайдайдым хайдым мұнай елден кеп қалғаны сырым бегім мұнайыңа сендің де дүрілдедің хайдайдым хайдайдым хайдым хайдайдым сарыағаштан жарқын бегі келмей қалып есің шықты қайда деп жүгім менің хайдайдым хайдайдым хайдым хайдайдым жүгім келмей қалған соң шығып тұрмын сен үшін қоямын деп айтысты жасап едім келісім басқасымен айтысу жарты жеңіс сен үшін ақындықтан асатын қызмет жоқ мен үшін қараталдың бойында ескелдінің тойында ретро өнге салып ап айтысамын ел үшін хайдайдым жан емеспін қызыққаны қызметке аң емеспін қызыққан қызыл етке хайдайдым
Қайнайдым қайын қайнайдым өкпелеген ағаңа інімісің көкірегіңе толыпты қыжыл өкпе қайнайдым қайнайдым қайын қайнайдым мен келмесем бауырым мына сенің жүгің жоқ ат қосақсыз жүгірілмес жүгің жоқ жүк болмаса құның жоқ сыйласаң сен ағам деп ақыл айтам інім деп қазіргі айтыс қызықсыз бала шаға мұрын боп ақындарда қазіргі өлең барда білім жоқ өнер барда жұғым жоқ қонысбайдай қылық жоқ әзімбектей үнің жоқ шорабектей дінің жоқ шын болаттай шының жоқ айтақындай пірің жоқ ескелдідей дүрің жоқ кіріспесең өзіңге оразалы оғландай мұхаммеджан қармандай бекарыс атты балуандай айызымды қандырып айтысатын бірің жоқ қайнайдым қайын қайнайдым айызымды қандырып айтысатын бірің жоқ болмайды ғой оған өспе мақтау керек ағамыз ұсынса да төлінмейді қалайша ақиқат сөз төгілмейді айызымды қандырар бірін жоқ дейді тек-тақын үйірінен бөлінбейді Жандарбек Айнұрсара ойыншық па айтса мына сізден жеңілмейді кіші жүздің намысын қорғап келген Сырымбекте барынша берілмейді ақылсыз пікір айтса ақылшаға нақыл сөз қалайынша бөлінбейді бәке өзіңді көп мақтай берме мақтаның ер жігітке өлім дейді шаңдатып қазағымның боздаласын ақынба аламанда оз бағасын ағайын ақындарды алалама мағанда түзу болсын көзқарасын халқыңды бірден айтса қиқу салып айғайлап қол соғуға қозғаласын ағаңда қолды соғып қошеметте түсінетін ел болса сөз бағасын дегеннің пендеміз ғой ішімізде қорғайды ғой өз баласын жұбымыз күні кеше келмей қалды шабыта айтысуға қозбағасын мен келмесем жұпсыз жүререн деп ағамыз көтеруде өз бағасын ол үшін сізге рахмет айта алмаймын таусылып төзіміңіз тозбағасын ақынмын ба айланып мен келмесем сахнаға шықпасын тең көрмесен жанын ашып отырма Сырымбекке жұпсыз қалар едім деп мен келмесем пайдан емес зияның тиіп отыр жөн болар еді екі орта сенделмесең финалға автоматпен өтуші едім қасыма танкідей болып сен келмесең жетісудың жарайын ба ал енді бір қиқуға салайын ба Сәрсенбай немересі бөтен емес сейсенбіде жиналған ағайынға атасының тойына келгеннен соң бәкеннің бет жүзіне қарайын ба бал қоям деп отырып аяқ асты бал жегісі кеп кеткен дәу аюға негізі қарсы тұру өте қиын жарты әлемді билеген жалайырға сегіз ақын телміріп сынап отыр сондықтан берілемін қалай мұңға балғынбектей батырды желіп кетіп барлығын бір шошытып алайын ба қай жерден келдің дейсің жеңерің көп әрине олай деуге себебім көп атырау аймағынан келсем дағы демеймін байлықпенен келерім тоқ сол байлықтан түк пайда көрген жоқпын өмірден сабақ қылып теренім көп мұнайдың ортасынан келсем дағы құдайдан басқа мен сенерім жоқ алған бәйгі басшылар неге іске қамданбайды Қазақстан бай болса да халқы кедей өмірден келтірейін алған жайды
халықтың бәрі қарыз банктерге кредит көнеліме салған қайғы. Өзбектер Қазақстанда коттедж салса, қазақтар азып тозып үй жалдайды. Студенттердің оқу ақысы шарықтап тұр, бұл неге үкіметте талданбайды? Ол ақшаны төлейтін ата-ана ғой, олар да дәл осыны армандайды. Баласы бар әйелдер базарда жүр, осыдан үстесі қалған жайды. 50 әйел пойызда тамақ сатып, 50 жігіт базарда арбайлайды. Бұның бәрі жоқтықтың белгісі ғой, әрине суға кеткен талғармайды. Экспо өткіздім деп мақтанатын біздің үкімет осыған арланбайды. Сабасын жаулағасын мәңгілік нұр, астанамыз рухани жаңғырып жүр. Шындығында қазақтың тең жарғысы үйсіз-күйсіз далада қаңғырып жүр. Жақсатағы жайылған жақаныма, экспоның атырықты атағына, соған салған үйлерді бөлмекші екен, мұқтаж жандар іріктеп қатарына. Сондықтан басшыларға бір өтініш, үйсіз-күйсіз өкпелі отанына. Қарапайым халыққа таратса екен, байларын үлестірмей тоқалына. Қаламыз жай, бұл атымда Рауылбек ағамыздай. Мен бүгін бір ерлікті жасайыншы, жетісудай қол соқса даламыз бай. Далам қордай ешкімге жеңілмеген, қалмақтың басын кескен бабамыздай. Мұрат сәлі ашты керек. Оларға ұқсамайтын арымызып, ағама ашайыншы анық құшақ. Кәртайып қалғаным ба, жүруші едім қазақтың қайыспайтын нары құсап. Қырыққа келмей жатып, қирап жатсам, тағдырын қоймайды ма тағы тұсап. Шаштарыңыз қалыпты тықырланып, қураған Қызылорданың тағы құсап. Алыншы еметін жылдырап тұр, экспоның әдемі шарықсап. Ағама әзіл айтсам ұнамдақын, тілегімде ағама ұнам жатыр. 50'де де 60'қадан топқа түсіп, жастарға танытқайсыз шыдам батыл. 70'те сұлу қызға жаспын ғой деп, қыз бен жігіт айтсын құрап отыр. 80'де сақынаға секіріп-ніп, 90 жаста түсәлмей жылап отыр. 100 жаста қарсыласын ұмытып, 100 жаста қарсыласын атын ұмытып, атыңыз кім еді деп сұрап отыр. Пенденің жаны тәтті деген осы, ағамыз тілегіме құлап отыр. О дүниені көп айтатын, молдаға да бұл дүниенің қызығы ұнап отыр. Ай жарады. Uyvan. Ay öldürdüm. Ne katırdı. Neminesi bozmak değil. Vay. Neminesi de bozmak değil. Batır dünyanın kızığından unamodur. Bunlar sındıkta koytalar. Bunlar yıldaşta sarmış içine. Erinat yaksın. Erinat sarmadı oralar. Bitti. Çıkarmayın lan enti. Yok çıkar. Al Bu kaynayalım. dünyanın kızını bunlar budur. Sırrım begim sonunda sınav odur. Kaynayın. Oz ömürden ayın aldanmayın. Kızlığına қос өмірдің бақытын сұрап отыр. Қайнайын. Құрмет қылып аруаққа, сыйынан бір Аллахқа. Өлмейтіндей жүрсек те, қызақ өмір сүрсек те, қайтамыз ғой ар жаққа. Мақтап бұл мені түсірмекші қармаққа. Мен де мұны бақтайын, салмақ бар ғой алмақта. Жақсылық
көп жасап, жарысайық жәннатқа. Хайдайым, хайдайым. Сырымбегім желдей боп, заулайды екен. Таңқым екен бұлаған, таумай таулайым екен. Хайдайым, хайдайым. Дәвайудың келді деп, бал жегісі. Қонжығынан аюдың аумайды екен. Хайдайым. Сен бергендей сахнада Сырымбектің қылышы, жеті суын қол соғып, ашылды ғой тынысы. Бөлек емес ешкімді, бұл жұртымның ырысы. Қатты айта бер, бұл сөзімнің дұрысы. Қосоғындар ағайын, жетісуға батыстан келіп қапты мінекей Махамбеттің әнесі. Eyvallah. Қоға берді Сырымбек, әр қияға бетпақ тура сөйлейді, арлы ұяла хайдайды. Дух боп келіп деттарға, дикен дейсің, баласына бармаған армияға хайдайды. Махамбеттің інісі деп айтып ем мадақты. Елдің көңілін таптың ау, жырлаймын деп қазақты. Күні кеше қазағым, көрген небір азапты. Армияға бармай сен, бұзып жүрсің талапты. Көзі келіп тиіспесе, сыйлар едім қонақты. Мына қонжық алдына әкеп қойсам, опырат неше түрлі тамақты. Махамбет дегеннен армияға бармаған, қолда берсең дәл қазір тарталмайды садақты. Хайдайым. Кеше жүзді дейді декшеді, майса беріп жауға қой. Орта жүзді ойланбай, қалам беріп дауға қой. Ұлы жүздің еншісі, мал суарған қауға қой. Атыраудың баласы, жетісудай балда қой. Көтеріңдер көңілін, асқар тауда қой. Батыстағы сенікі, мұнай менен сауда қой. Шығыстағы менікі, Қытай менен сауда қой. Жақса малға жарыссақ, Құдай менен сауда қой. Үйім жоқ деп жылама, күйім жоқ деп жылама. Мүмін қылған Аллаға сансыз шүкір тауға қой. Хайдайым. Адамға қажет деймін қанағат дәл, алысқа шаба алмайды шабан аттар. Әскерге бармадым деп кекетесім демеймін, бұл сөзінде салауат бар. Шығын менен елімді қорғап жүрмін, бұл да бір дәлелім ғой адамдақтар. Исатай Махамбеттер ел қорғаған, шыққанда жау шапты деп жаман ақпар. Жау шапса мен де сірә бос тұрмаспын, есімімде сырымлайтын адалат бар. Жауларын жүндей түткен ескелді атам, елім деп еміренген қазанат дәл. Алпық баба қаблиса орақ батыр, жоңғарды талқандаған жамағаттар. Осылардың барлығы да мен сияқты армияға бармаған азаматтар. Аспан жерден ақты бағалайып басқа берген, кемшілік жетістікті бірге айтайып айтыстай көрінгенде асқақ төрден. Бүгінде
қарның тоқ көйлегін көк, айтпа шүкір айтып дастан өрген. Осыдан 85 жыл бұрын ғана 2 миллион қазағым аштан өлген. Біз қарсы болған менен күлондайға, біреулер соғыс өртіп ұрандай ма? Бейбіт күнде той тойлап жүрсе қазақ, мәңгілік ел болмасы ма күмән қайда? Украина өз ішінен қырқысуда шекарасын Ресей шұбарлай ма? Ирак пен Сирияда береке жоқ, мұсылманға жазғанмен Құран пайда. Ауған мен Палестинде күнде соғыс, ешкімде таба алмай жүр бұған айла. Өзбектер өз елінен жұмыс таппай, сенделіп сабылумен жүр шалғайда. Ал қазақ ерінбесе малын тауып, ұқсайды арғатасы Құнанбайға. Сондықтан ұмытпай, еңбек байлық, ақыл көпір, сабыр өткен шыдан пайда. Патшасына халқы тірек болса, бірлігі бақыт толып тұра алмай ма? Аспай жат жорамал, тәуелсіз елге айналдық бақ боранар. Асынып жүргендер бар бұл күнде де, білмеймін жаман бәлде жақсы болар. Білетінім ашықта жеген кезде түйені сілреті тәтті болар. Ал енді тоқшылықта тойынғанға қозының көріп майы қапты болар. Төртеуін түгел болса төбедегі, бұл айтыс ел тыңдайтын өнереді. Бірліктің қасиетін түсіндіріп, бір аңыз айтайыншы көнедегі. Ел бірлігін қолдаған әнет бабам, ұрпаққа тәлім берген өнегелі. Бір шыбыққа қарағанда 10 шыбықты сындыру қиын болады деген еді. Жамандар жақсылыққа жиылса екен, көбейден жасын жырым құйылса екен. Ескелді атам алаштың қамын жеген, елдің сөзін сөйлеген бимен көсем. Ерғожин еділ деген ұрпағы бар, біліммен келтірмес күйгес екен. Шажадай жау батырының басын жұрған, бабасына бар адам сый өлсе екен. Батырын құрметтеуді барлық қазақ жалайыр бауырлардан үйренсе екен. Басына атамыздың бақ берді ғой, Сырымбек қасиетін нақ көрді ғой. Мысалмен сол сөзімді дәлелдейін, бабамыз Қарақылды қақ бөлді ғой. Жетісуға келмеген көптен бері елбасының өзінде ап кетті ғой. Осы әңгіме айтпайын шаталып құр, осы әңгіме айтпайын шаталып құр, облыстың басында баталып тұр. Елбасы риза болып мақтап кетті. Амандық ағам еді баталы мұқтылық. Талдықорған жұртынан естігенім, шаралар қолдануда қаталып тұр. Жегендерін желкеден шығарғасын, жемқорлардың барлығы шаталып тұр. Салынып дәу сәулеттік ғимараттар, сан емес басты орынды сапалып тұр. Саябақтар көбейіп, жол салынып, қала іші тазаланып, көркейгесін, жалқаулықтың қос қолы маталып тұр. Батырларға жыл сайын ас бергесін, халықтан ақ пейілді баталып тұр. 14 облыс ішінде орнын бөлек, Қытай менен Қырғызға тақалып тұр. Сондадағы бәрінің алды болып, қасиетті құтты шаңырақ атанып тұр. Бүгін тойда әніміз, ешқашанда тарқамасын сәніміз. Жан болатын әнінемен салайын, қол соғыңдар бәріміз. Мақтарға жиналғасын мамайын, аталы сөз батал елге табайын. Ескелді атам құрметіне болып жатқан тойларыңыз құтты болсын ағайын. Айтыс деген көрерменге не керек той, айтайыншы сақынада дерек той. 30 ағам болса дағы Балғынбек, сенің орның барлығынан бөлек той. Аламайын бұл сөзімді құбалыс, бүгінгі айтыс көпшілікке қуаныш. Осы айтысты халық үшін жасаған, ел басқарған ағаларға мың алғыс. Осы айтысты халық үшін жасаған, ел басқарған
ağalarla Ay jasa. Kavgacız bastamagan, gün çıkar betinizden jaskamagan. Жақында Астанада айтыс өтті, экспо саламын деп таскалаган. Рух жаңғырып, жандарбек бас жүлде алды, жүрегін жаулағасын асқа қарман, ағайын бас жүлдеңіз құтты болсын, ол өнердің тұнығын ластамаған. Ay bana. Айтысты ұйымдастырған балғын ағам бүгінде билік айтқан басқаладан. Сол айтысқа шақырып, ал соңында келме деп хат жолдады Астанадан. Билетімді тапсырып жолдан қалдым, түрімді көрсеңдер ғой қасқа болған. Қалайындар шақырып жетісуға аман есен ап қалды масқарадан. Сөйтемдей аға сізге не жазып ем, ешқандай бастатпаймын бастамадан. Қажағамның болысы қызық болды, қолынан таспайын тастамаған. Молданың өзі алдап сан соқтырса, не үміт не қайыр бар басқалардан. Siz olmasak başkalarına giderdik. Balmaya. Kulağın içi oturup tındasan şuna. Devrimle hayırdım başkalardan korkup edim sözümde başkalardan haylaydım haylaydım Жетісуда қонақым отырмын ғой қайтарғанмен келмеді Астанадан haylaydım Жетісуға алдырып қауыштырдым елменен Астанаға шықпасаң елбасымыз келіп кеткен осы емес пе төрдеген таңғы болдым жолыңа тұрған жоқпын көлденең Балғынбектің жөні деп бабалардың жолы деп Атыраулық ақынға аттан түсіп жол берем haylaydım Ay bana. Ay yarayım. Көрмедіңме Сырымбек сені сүйген халықты қонақ сыйлап біздеріне аттамаймыз салыпты қазы болып жол бердім осы ісім анықты төрге келіп көсілдің неше жылдай айтыспай ішім толып қалыпты haylaydım Oğuzda ərim bobəy Batalıb dur 14'deki yemizdik atalıb dur haylaydım Sınağanda birlikte Kösülüp et Maqtaganda əkimde qaqalıp dur haylaydım Жолым болсын жоққанда бата берем қарағым Ескелдің тойында шашу қылып халқыма қазір әнге саламын Өзің үшін шықтым ғой құтты болсын қадамың Ay bana. Асырып жіберіп бір қырдан қазір өзім қайтадан қазылыққа барамын haylaydım Balgınbek. Yeni genel bir şey yapıyorsan. Öz babamdan artık baba жоқ ма
көрсек бақ жұлдызым жанама. Орыс мектеп кирилица оқыдық, осы бәле елімдегі жарама. Орыс мектеп орысшадан тапжылмай, латын бізді екі бөліп жарама. Қабылиса балпық бабам, ес бабам, сендер сүрген сұр заманды еске алам. Нұр заманда өмір сүріп жатсақ та, айтыс қорын жетпей қалды эксподан. Нұр заманда өмір сүріп жатсақ та, айтыс қорын жетпей қалды эксподан. Шергүйігім, жерүйігім, жетісу. Керек емес қонақпенен шекісу. Қытай жақтан Құдай қорғап халқымды, болмасыншы шекарамның шеті шу. Балпықпенен ескендідей жарасып, керек бізге ел іргесін бекіту. Жетісу. Біз болайық ақылды адам, айтыстың уақыты да жақындаған. Келіп бір қуантып ағайынды, кетіп бір қуантайық сахнадан. Асыған ағайынмен кездескенше, сыйласайық, әрине сіздескенше. Талдықорған Тұрсөгер уәделі, аман есен финалда жүздескенше.